Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен мен Асыл, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай бір дегенде шығатын голубцалар дайындаймыз. Ол үшін бізге керек фарш, май, пияз, күріш, картоп, сәбіз және болгар бұрышы қажет болады. Ең алдымен фаршымызға майымызды, пиязымызды бәрін салып, тұз бұрышымызды салып алып, дайын болған массаны болгар бұрышының ішіне жартылай қылып саламыз. Осылай бәрін әдемілеп салып шығамыз. Одан соң қызып тұрған қазанымызға майымызды, пиязымызды, сәбізімізді, картопымызды салып қуырып аламыз. Чеснок саламыз дәміне қарай, өздеріңіздің қалауыңызша. Жақсылап қуырамыз. Томат пастамызды саламыз. Онда жақсылап 1-2 минут қуырып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді салып, суды құйып, жаңағы фаршированный перецтерімізді ішіне саламыз. Барлығын салып біткеннен кейін бетін жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан соң тұзын, бұрышын көріп, астын басып қойып, бетін тамағымыз дайын болады.